Assalamualaikum. 5 Mart günü Şimbi ayağından kaybolan paralarını ulaştığımız bölümünde konuşmasında siz kısıtlanan sorularda bank çalışıyorların tanesi olması gerekiyor olur. Bankın basarmış orunbasarı koşan alınacağım yani. Sizlerge bunun bankteki ameliyat olarak özünüz bank etken paralardan kreditlerin türleri boyunca kısaca malumat veriyor. Bunda istemelik жолго коймокчу болгон өзүңүздү банк эткен фукараларга 5 миллион сомдон 50 миллион сомго чейин кредит ашып турат. Бунда процент ставкасы хаялдыгы 23%, ер адамдарга 25%. Пластик картасын салып берип аткан. Бунда кредит номинация барында 3 шахс кепилдеген берсеңиз болот, же болбосо согорта полиси. Анда мисалы атабизге залог койгон көрсөтүп берилген. Модерна айтып өткен болсақ, енді жылдық ставкасы 5 жылға беріледі, 20 миллион сомға шейін, 17 миллион сомға шейін, 4 жылға дейін кредит беріледі. Егер сіз қандай да бір сізден шұғылданатын болсаңыз, онда сіздің мысалы қараматика 100 миллион сомға шейін бересіз, 300 миллион сомға шейін салып кредит береміз, онда районымыз орта тайпаларға жер есебінде кредит проценті аял-қыздарға 19, еркектерге 21%. Егер өзіңізге қандай да бір кредит линияларыңыз болса, сізге амелге асыру мақсат бизнес балаларыңыз болатын болса, айтсаңыздар, соны финансирование қылып береміз. Қалайсаңыз бұл өткеру жолымен, қалайсаңыз счетыңызға салып беру арқылы. Төлемді ештім жағдай? Төлемі, бұнда өзіңіз банк еткеніңіз үшін 412 мың сом банкке төлейсіз, бір мәртебе. Согортасы кредит суммасынан келіп шығады. Кредит суммасының 1,20%-дан келіп шығады. Бөліп береміз. Яғни енді сіздерге түсінікті болу үшін 17 миллион сомға 780 мың сом пұл төленеді. 50 миллионға? 50 миллионға 3 миллион сом. И сізге 5 жыл мүддетке 2 жыл имтиязлы дәуірмен кредит беріп сатады. Жаңағы 100 миллион кредитіңізге қандай 100 миллионға мысалы қандай документ болғанда сіз алдын бір кредитпен алған болсаңыз, соның ізін давам еттіруді. Мысалы шаруашылықты кредит алдыңыз, соның ізін кеңейте жатсыз. Яғни көші бар, оның сүті бар, тарқататын. Сізді бір айнадан тізіміне өткен, жетес берген сұхбатында. Банктың есап бетінесін ашамыз, сізге 100 миллион сом біреусіз кредит береміз. Яғни оның қазіргі ол 100 миллион алып берген жағдайыңызда мен одан мебельный цех ашамын. Мебель цех қылып. Сізге тайын емес, мен сол ақшамен бастауым керек. Сізге ол сүнеңіз бар ма, мебель салам? Сүнен соң ішінде. Енді сізге 100 миллионға сүне берілмейді, келеміз мебель. Ол жұмыс сызларға ма? Бұл сіздер қандай істеп тұрған істермен жұмысызға бармыш бұл. Маған керегі бұл көбіне өзім ручной қол жұмысы болады да менде. Кесетін майда железаклар оны арзан тұрады. Егер соның бір расшифровкасын шығарсаңыз, мысалы сізге пила керек болады, кесетін, жаңағы жонатын зат керек болады, оның тірегі керек болады, шұлпыры керек болады, соның есағын расшифровкасын шығарып, махаллеге десеңіз, махалле агентіміз бар, Сұлтан деген жер. Соған кірсеңіз, сіздің есеп кітабыңыз қылып направить етеді, банкке жолдамасын берсе, 3-4 күннен кейін кредитке шығады. Үсерге келсем болды, мына жерге Сұлтан деген жер. Ол жұмақ.